мен екі балмұздақты тәжірибе бойынша әкелдім. Енді бұлардың біреуін оны бір салфан қалтаға салдым. Ал екіншісін болса салфанға салмай екеуін де күннің көзіне қойдық. Қазір біз қайсының қатты еритінін көреміз. Міне, қатты ери бастады. Неге сіздер осы салфан қалтаға және нанды салыстырған кезде бұл екеуінен бұл салфансыз, салфан қалтасыз балмұздақ? Сол өйткені бұл салфан қалтаның ішінде суық ауа пайда болады. Сондықтан бұл осы суымайды, көп еремейді. Ал мынау болса қатты ери бастады. Міне, мен соны түсіндім. Қазір одан сайын ерген соң көрсетемін. Міне қатты ереді. Жарайды. Бұл мен Қапысбек Арыс. Ал мен тапсырманы жөнді орындадым деп ойлаймын.